8 наурыз халықаралық әйелдер күні келіп қалды. Тойлататын ешкімім жоқ. Анам мен әкем қайтыс болып кеткен. Ешкіммен де араласпаймын. Жасым 20-дан асып кетті. Өзіммен өзім теледидар қарап отырдым. Мені ешкім құттықтамайды деп ойладым. Бірақ осы сәтте біздің үйдің қоңырауына біреу басты. Кім екен деп есікке барып қарағанда ешкімді көрген жоқпын. Бірақ есікті ашып подъезге шыққанымда жерде тұрған бір гүлді көрдім. Ең қызығы, ол гүлдің түсі қап-қара болды. Өте ерекше, әдемі, бірақ қара түс болғаннан кейін біртүрлі көрінеді екен. Гүл сондай қатты ұнап қалды. Жан-жағына қарасам ешқандай хат та болмады. Бірақ тек қана қара гүлдің маған біреу тастап кеткенін сездім. Кейін сол гүлді көтеріп алдым да үйге қарай кіріп кеттім. Гүлдің иісін иіскеп, өз-өзімді қуантып алдым. Бұл кім екен? Маған осындай қара гүл беріп жүрген, деп кішкене қуанып қалдым да, ары қарай гүлдерді реттедім. Гүлді вазаға салып қойып, ары қарай теледидарымды жалғастырдым. Осы сәтте тағы да үйдің қоңырауы шылдырады. Подъезге шығып қарасам, менің құрбым келіп тұр екен. Ол менің алыстағы құрбым. Маған 1 жылда бірінші рет келіп тұр. Бұл маған келетін күні болады екен ғой, деп кішкене күлімсіреп, құрбымды қарсы алдым. Құрбым екеуміз кухняда біраз әңгімелестік. Құрбым мені сыйлап, маған көптеген тәттілер сыйлыққа келді. Мен де оған сыйлық жасаймын деп, өз қолыммен оған көптеген заттар дайындап жаттым. Бір-бірімізбен күліп әңгімелесіп, жақсарып қалдық. Менің құрбым бар екен ғой, деп ішімнен күлдім. Осы сәтте құрбым қара тұрған гүлді байқап қалды. Және де маған, бұл гүлді саған кім берді? Деп сұрады. Мен сол кезде, жаңа сен келмей тұрып, 5 минут алдында қап-қара гүлді біреу қойып кетті. Мүмкін ол сен шығарсың дедім. Осы сәтте менің құрбым үндемей, мүлдем көңіл-күйі түсіп кетті. Не болып қалды? Неге көңілің түсіп кетті деп едім? Құрбым маған қарап, қара түсті гүлді беруге болмайды ғой. Кім саған беріп жүр? Әсіресе 8 наурызда. Бұл жаман белгі ғой, деп мені қорқыта бастады. Осы сәтте мен біраз қорқыныш ұстап оған былай дедім. Саған гүл ешкім бермеген сияқты ғой, сол ішінде біраз мені көре алмай тұрсын дедім. Әлгі құрбым, жоқ, мен расымен айтамын. Бұл жаман белгі, біреу саған дуалап, басқа нәрсе беріп жүрген сияқты деді. Осы сәтте мен құрбыма көп сөйлей бермеші деп, әрі қарай оған сыйлығын дайындай бердім. Түн батып, қараңғыда түнгі 12-де төсегіме барып ұйықтап жаттым. Бірақ түнгі сағат 2-де бір нәрсені сезіп оянып кеттім. Көзімді ашып қарасам, әлгі қара гүл менің дәп алдымда тұрды. Бұл қалай тұр? Деп қорқыныш басып кеткенде, әлгі қара гүлдің ішінен қорқынышты бір нәрсе шығып келе жатты. Бұл не сұмдық? Бұл не? Деп менің қорқынышты сезімдерім пайда бола бастады. Дәп бір қап-қара біртүрлі жан болды. Шайтан сияқты. Жүрегімді қатты дүрсінділіп жіберді. Әлгі қара гүл жоқ болып кетіп, ішінен қап-қара жын шықты. Осы сәтте мүлдем дым істей алмадым, тіпті сөйлей алмадым. Кейін ол маған жақындап, мені қылқындыра бастады. Қатты қиналып, не істерімді білмей жатқанда, менің құрбым маған хабарласып қалды. Осы сәтте әлгі жын жоқ болып кетті. Телефонды дереу алған кезде құрбым маған былай деді. Қаш, бұл үйден қаш, дереу қаш.